Böyrek kistасы бұл не және неге алаңдау керек? Біздің бөйректеріміз бұл біздің арқамыздың төменгі бөлігінде орналасқан екі үрме бұршақ тәрізді мүшелер. Олар біздің денеміз үшін өте маңызды жұмысты атқарады. Қанды сүзеді, қалдықтарды шығарады және зәр шығаруды реттейді. Кейде бөйректерде кисталар пайда болуы мүмкін. Киста бұл сұйықтыққа толы қапшық. Кисталар әдетте қатерсіз, бірақ кейде проблемалар тудыруы мүмкін. Бөйрек кисталары өте кең таралған, әсіресе жасы ұлғайған сайын. Шын мәнінде 50 жастан асқан адамдардың жартысынан көбінде бөйрек кистасы болады. Көп жағдайда бұл кисталар ешқандай белгілерді тудырмайды және емдеуді қажет етпейді. Дегенмен, кейбір жағдайларда бөйрек кисталары үлкен болып, ауырсынуды, инфекцияларды немесе бөйректің зақымдануын тудыруы мүмкін. Сондықтан бөйрек кисталарының белгілерін білу және олар пайда болған жағдайда дәрігерге қаралу маңызды. Бөйрек кисталары әртүрлі факторлармен байланысты болуы мүмкін. Соның ішінде генетика, жас және бөйрек аурулары. Кисталардың нақты себебі әлі белгісіз болса да, олардың бөйректегі микроскопиялық қапшықтардың бітелуінен пайда болады деп есептеледі. Егер сізде бөйрек кистасы диагнозы қойылған болса, алаңдамаңыз. Көп жағдайда бұл кисталар зиянсыз және ешқандай проблема тудырмайды. Кистаның сыбыры, белгілері мен белгілері. Көп жағдайда бөйрек кисталары ешқандай белгілер бермейді. Олар әдетте басқа медициналық жағдайларды тексеру кезінде кездейсоқ анықталады. Мысалы, іштің ультрадыбыстық зерттеуі немесе компьютерлік томографиясы. Алайда кисталар үлкен болса немесе асқынса, келесі белгілер пайда болуы мүмкін. Арқадағы немесе бүйірдегі ауырсыну, ол тұрақты немесе үзік-үзік болуы мүмкін. Іштің жоғарғы бөлігінде немесе бүйірде ауырсыну. Зәр шығару кезіндегі ауырсыну немесе жану сезімі. Зәрдегі қан гематурия. Жиі зәр шығару немесе зәр шығаруға жиі шақыру. Қызба және қалтырау. Инфекция болған жағдайда. Шаршау және әлсіздік. Тәбеттің төмендеуі және жүрек айну. Егер сізде осы белгілердің кез келгені байқалса, дереу дәрігерге қаралу маңызды. Бұл белгілер бөйрек кистасынан немесе басқа ауыр медициналық жағдайдан туындауы мүмкін. Киста аңшысы, диагноз және анықтау. Бөйрек кистасын диагноз қою үшін дәрігер сіздің медициналық тарихыңызды және белгілеріңізді сұрайды, физикалық тексеруден өткізеді және бейнелеу тестілерін тағайындайды. Бейнелеу тестілері бөйректердің суреттерін алуға және кисталардың бар жоғын анықтауға мүмкіндік береді. Ең жиі қолданылатын бейнелеу тестілеріне мыналар жатады. Ультрадыбыстық зерттеу. Бұл тест дыбыс толқындарын пайдаланып, бөйректердің суреттерін жасайды. УДЗ бөйрек кисталарын анықтаудың қауіпсіз және ауыртпалықсыз әдісі болып табылады. Компьютерлік томография. Бұл тест бөйректердің егжейлі суреттерін жасау үшін рентген сәулелерін пайдаланады. КТ бөйрек кисталарының мөлшерін, пішінін және орналасуын анықтауға көмектеседі. Магниттік резонанстық томография. Бұл тест бөйректердің егжейлі суреттерін жасау үшін күшті магнит өрістері мен радио толқындарын пайдаланады. МРТ бөйрек кисталарының сипатын анықтауға және олардың қатерсіз немесе қатерлі ісік екенін анықтауға көмектеседі. Кистамен күресу, емдеу нұсқалары. Көп жағдайда бөйрек кисталары емдеуді қажет етпейді. Егер киста кішкентай болса және ешқандай белгілерді тудырмаса, дәрігер оны бақылап, оның мөлшері мен көрінісіндегі кез келген өзгерістерді тексеру үшін мезгіл-мезгіл УДЗ немесе КТ тағайындауы мүмкін. Алайда, егер киста үлкен болса, ауырсынуды тудырса немесе басқа асқынуларға әкелсе, емдеу қажет болуы мүмкін. Емдеу нұсқаларына мыналар жатады. Склеротерапия. Бұл процедура кезінде кистаға ине арқылы арнайы ерітінді енгізіледі. Бұл оның кішіреюіне әкеледі. Хирургиялық алып тастау. Егер киста өте үлкен болса, склеротерапияға жауап бермесе немесе бөйрекке зақым келтірсе, оны хирургиялық жолмен алып тастау қажет болуы мүмкін. Бұл процедура лапароскопиялық әдіспен орындалуы мүмкін. Бұл аз инвазивті әдіс болып табылады және тез қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Section 5. Кистаны басқару. Өмір салты мен үйде күтім жасау. Егер сізде бөйрек кистасы диагнозы қойылған болса,
Белгілі бір өмір салтын өзгерту және үйде күтім жасау әдістерін қолдану арқылы жағдайыңызды басқаруға және асқыну қаупін азайтуға болады. Сұйықтықты жеткіліксіз мөлшерде тұтыну. Күні бойы жеткілікті мөлшерде су және басқа сұйықтықтарды ішу бүйректердің дұрыс жұмыс істеуі және кисталардың өсуінің алдын алу үшін өте маңызды. Тұзды тұтынуды азайту. Тұзды көп тұтыну қан қысымын жоғарылату мүмкін. Бұл бүйректерге ауыртпалық түсіреді және кисталардың өсуіне ықпал етуі мүмкін. Денсаулыққа пайдалы салмақты сақтау. Артық салмақ бүйректерге, соның ішінде кисталарға қосымша ауыртпалық түсіреді. Үнемі жаттығу жасау. Физикалық белсенділік денсаулықты сақтауға және қан қысымын бақылауға көмектеседі. Бұл бүйрек денсаулығы үшін маңызды. Темекі шегуді тоқтату. Темекі шегу бүйректерге, соның ішінде кисталарға зақым келтіреді. Section 6. Асқыну қаупі. Қашан медициналық көмекке жүгіну керек? Көп жағдайда бүйрек кисталары зиянсыз және ешқандай проблема тудырмайды. Алайда кейбір жағдайларда олар асқынуларға әкелуі мүмкін. Мысалы, инфекция. Кисталар инфекцияланып, ауырсынуды, қызбаны және басқа белгілерді тудыруы мүмкін. Жару. Үлкен кисталар жарылып, қатты ауырсынуды және ішкі қан кетуді тудыруы мүмкін. Бүйрекке зақым келтіру, үлкен кисталар бүйрекке қысым жасап, оның зақымдануына әкелуі мүмкін. Қан қысымының жоғарылауы, кейбір кисталар бүйрек артерияларына қысым жасап, қан қысымының жоғарылауына әкелуі мүмкін. Егер сізде келесі белгілердің кез келгені байқалса, дереу медициналық көмекке жүгініңіз. Арқадағы немесе бүйірдегі қатты ауырсыну, жоғары температура және қалтырау, зәрдегі қан, зәр шығару кезіндегі ауырсыну немесе жанусу, жүрек айну және құсу. Section 7. Алдын алу күші. Кистаның алдын алуға болама. Өкінішке орай, бүйрек кисталарының пайда болуының алдын алудың нақты әдісі жоқ. Алайда сіз келесі әрекеттерді орындау арқылы бүйрек денсаулығыңызды сақтауға және кисталардың пайда болу қаупін азайтуға көмектесе аласыз. Салауатты өмір салтын ұстаныңыз. Дұрыс тамақтаныңыз, үнемі жаттығу жасаңыз, темекі шекпеңіз және алкогольді шектен тыс тұтынбаңыз. Қан қысымыңызды бақылаңыз. Егер сізде қан қысымы жоғары болса, оны дәрігердің нұсқауы бойынша бақылаңыз. Қант диабетін басқарыңыз. Егер сізде қант диабеті болса, оны дәрігердің нұсқауы бойынша басқарыңыз. Бүйрек ауруларының қауіп факторларын бақылаңыз. Егер сізде бүйрек ауруларының қауіп факторлары болса, мысалы бүйрек ауруларының отбасылық тарихы, қант диабеті немесе жоғары қан қысымы, бүйрек денсаулығыңызды тексеру үшін дәрігерге үнемі қаралып тұрыңыз. Section 8. Балалардағы бүйрек кисталары. Ерекше ойлар. Бүйрек кисталары балаларда пайда болуы мүмкін, бірақ бұл сирек кездеседі. Балалардағы бүйрек кисталарының көпшілігі туа біткен кезде болады, яғни олар бала туылған кезде болады. Бұл кисталар әдетте зиянсыз және ешқандай проблема тудырмайды. Алайда, кейбір жағдайларда балалардағы бүйрек кисталары генетикалық бұзылыстармен байланысты болуы мүмкін. Мысалы, поликистозды бүйрек ауруы немесе ПБА. ПБА бұл бүйректерде көптеген кисталардың өсуіне әкелетін генетикалық бұзылыс. Уақыт өте келе бұл кисталар бүйрек жеткіліксіздігіне әкелуі мүмкін. Егер сіздің балаңызда бүйрек кистасы диагнозы қойылған болса, оның жағдайын бақылап, кез келген асқынуды болдырмау үшін дәрігерге үнемі қаралып тұруы маңызды. Section 9. Сіздің денсаулығыңыз сіздің қолыңызда. Қорытынды және негізгі ойлар. Бүйрек кисталары. Бұл бүйректе пайда болатын сұйықтыққа толы қапшықтар. Олар әдетте зиянсыз және ешқандай белгілерді тудырмайды. Алайда, кейбір жағдайларда олар инфекция, жару немесе бүйрекке зақым келтіру сияқты асқынуларға әкелуі мүмкін. Егер сізде бүйрек кистасы диагнозы қойылған болса, дәрігерге үнемі қаралып тұруыңыз және кез келген асқынуды болдырмау үшін оның нұсқауларын орындауыңыз маңызды. Салауатты өмір салтын ұстану, қан қысымын бақылау және бүйрек ауруларының қауіп факторларын басқару арқылы бүйрек денсаулығыңызды сақтауға және кисталардың пайда болу қаупін азайтуға болады. Есіңізде болсын, денсаулық бұл ең үлкен байлық.